161-ші есеп. Берілген өрнектің мәні 60 санына бөлінетіндей, А және С әріптерінің орнына қоюға болатын 3 санды көрсетіңдер. Бізге айтып тұрғаны, мына А мен С-ның орнына қоятын 3 түрлі сандарды көрсетіп көру керек. Біздер бұл мысалда мен сендерге біріншісінің қалай шығарылатынын көрсетіп көрейін. А қосылған 772 азайтылған С. Бізге бұл сан 60-қа бөліну керек. Осының жауабы 60-қа бөліну керек. Бірінші қарау өтейік. 772 дегеніміз неше бұл? 600. Мен жаңағыдай 60-ны 10-ға көбейттім. 600 қосылған тағы да неше? 172. Ал біздер білеміз, 172 60-қа бөлінбейді, бірақ 180 60-қа бөлінеді. Бізде 172-ні 180 қылу үшін неше сан жетпей тұр? Бізде 8 жетпей тұр. Сондықтан мына А мен С-ның орнына бір сандарды қойып, 8 алатындай қойсақ, бізде 780 шығады. Сол 780-ді біздер сосын 60-қа бөле аламыз. Бірінші А мен С-ның орнына А азайтылған С болып болады. Бұлай жазып көрейік. А азайтылған С қосылған 772. Мына А азайтылған С-ны біздер 8 қылу керекпіз. Сонда А азайтылған С 8 болатын болса, 8 қосылған 772 шығады. Бұл дегеніміз 780. Ал 780 дегеніміз бұл 60 көбейтілген неше болады? 10 қосылған 3. 13. 13 көбейтілген 60. Өйткені 600 қосылған 180 деген сөз. Ал енді осы А мен С-ның орнына қандай сандарды қойғанда біз 8 аламыз? Біздер бұл 9 мен 1-ді қойғанда 8 аламыз. 9 азайтылған 1. Қосылған 772. Немесе 8 азайтылған 0. Мына жерге. Немесе 10 азайтылған 2. Тағы сол сияқты шығара аламыз. Ал екінші мысалда дәл сол сияқты шығарасыңдар. 891 азайтылған А қосылған С дейді. Бұл жағдайды қарайық. 891 дегеніміз неше? 891-ді бірінші бөлек өрнектеп жазып көрейік. 891 дегеніміз бұл 600 қосылған 291, 291. Бізде 600 60-қа бөлінеді. Ал 291 60-қа бөліне ме? 291 60-қа бөлінбейді. 291-ге неше қосылғанда 60-қа бөлінеді? 291-ге 9 қосу керекпіз біздер. Сонда ол 300 болады. Ал 300-ді 60-қа бөлгенде 5 аламыз. Сондықтан біздер минус А қосылған С 9-ға тең болатындай А мен С-ның мәндерін табу керекпіз. Бұны басқаша жазатын болсақ, бұл С азайтылған А тең болады 9 деген сөз. С-ның орнына, А-ның орнына қандай сандарды қойғанда бізде 9 шығады? С-ның орнына мысалы 10-ды қойып, ал А-ның орнына 1-ді қойып, 9 шығады. Немесе С-ның орнына 100-ді қойып, А-ның орнына 91-ді қойып, тағы да 9 шығады. Міне осылай сендер әр түрлі сандарды қоя отырып 60-қа бөлінетін санды шығара аласыңдар. Осындай жалпы есептер берілген кезде сендер мына берілген 891, 772 деген сандарға бірінші қарап алыңдар. Бізге сосын қандай санға бөлу керек? Бұл жағдайда 60-қа бөлу керек болды. Менің істегенім
мен мына 772-ге неше қосқанда немесе неше азайтқанда бізде 60 шығады екен деп ойладым да, 600-ге бұны былай жазып көрейік дедім. 600-ге 172 қосып көрейік. Бірақ 172 бөлінбейді ғой. 172-ден кейін қай сан 60-қа бөлінеді? 180 бөлінеді. Ал 180 алу үшін біздер 8 қосу керекпіз. Сондықтан міне мен А мен С-ның айырмасы 8-ге тең болсын деп шығардым да, А мен С-ның орнына әртүрлі сандарды бердім. Мына жағдайда да дәл солай болды. Енді есептің жауабы бірінші жағдайда А 9-ға, С 1-ге тең. Немесе А 8-ге, С 0-ге тең. Немесе А 10-ға, С 2-ге тең. Тағы сол сияқты кете береді. Екінші жағдайда да дәл солай. С 10-ға, А 1-ге тең. С 100-ге, А 91-ге тең. Тағы сол сияқты кете береді.